пен Майраның және де бүгін Галинаның жобадағы өмірі не болмақ? Мүмкін бәлкім Бекіш кеп сөз салса, Галинаның жауабы қандай болады? Галина, қалың қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Қалай барып қайттың Атырауға? Той қалай өтті? Жақсы өтті, барлығы күшті. Іштегі ситуацияларға байланысты Бексұлтанмен сөйлесулер болды ма? Сөйлесулер Хабарласты ма саған? Четверг күні болды сөйлесулер. Бірақ ашумен немен сондай болды. Одан кейін сөйлескен жоқпыз. Машинаның алдында терезесін шашып реттеп жатыр едің, реттеді ме соны? Кім екенін тауып деген сияқты? Кім екені ешқандай табылған жоқ. Мүмкін погодаға байланысты болған шығар. Мүмкін білмеймін кім істеген. Вообще оның басында қатырған жоқпын. Бардым да істеттім. Вот мен ойлап жатырмын да, жаңа вот үндемей отырмын ғой, сол моментте ойланып жатырмын. Мысалы, егер ол адамның өзіне байланысты сияқты, егер Дико біреудің аузына сөз салып бермесе, мысалы жаңа Шынар сөйлесін, бүйтсін деп айтып жатыр ғой, сол сияқты. Егер жоқ, кім айтты ғой, жаңа Дико айтты, сені айтып жатқан жоқпын. Сондай қылып жасамаса, Диананы ешкім меніңше жақтамайды Диконышы. Даже қасында тұрған жігіттер жақтай алмағанда, неге мені жақтамайсыңдар деп истерить еткен еді. Хотя мен қанша жерден жаман бетпақ болатын болсам да, андай жаман адамды негізі адамдар біледі ғой, маған қалай адамдар мені қорғап жатыр да, а Дианаға солай бір адам защитаға шықпайды. Андай өзі сұрап алмасашы. Нет, ол қорғау емес. Адам андай өзі, значит, қандай адам, сол үшін мынаяқтағы адамдардың барлығы біліп отыр ғой. И сол үшін де адам андай несі защитаға шықпайды. Диана неге соңғы кездері аузыңнан ақ көкек шығатын болған? Менің аузымнан ба, мен білмеймін. Енді кеше қатты айтып қойдым, оны мойындаймын. Енді бүгінше енді эмоция өздері келтіріп отыр ғой. Енді кез келген адам мысалы ашылған кезде эмоциясын ұстай алмай қалады. Сол сияқты. Әлде сонда Аминаға ренішің бар ма? Мен ешқандай Аминаға ренішім. Егер де шынымен де ренішім болатын болса, біз сыртта да шынымен нететін. Бірақ маған өзі айта кетті ғой, сыртта жақсы араласамын. Сыртта қатты араласпаймыз, бірақ сәлемімізді түзу деген сияқты ғой былай не. Егер шынымен де менде реніш болатын болса, мен сыртта да жүретін едім бүйтіп, қабақ. Қазіргі таңда кіммен араласасың жақсы? Қыздар арасынан? Индирамен. Индирамен. И Айтолқынмен. Бірақ қыздар осы қатысушылар кетіп қалғаннан Айтолқынмен, ал қатысушылармен Индирамен жақсы араласамын. Басқалармен мінезің сыйыспай ма әлде қалай? Мінезім сыйыспаған емес, Ботамен жақсы араласамын еще, ал қалғандармен араласқым келмегендіктен араласпаймын. Жандыхан, не айтасыз жалпы екі құрбының араздасуы жайлы? Енді Диана да өзінің андай пікірін айтуға құқылы ғой, дұрыс па? Өзі айтты, енді ол күшік дегенге бұлар күшік болып қалған жоқ қой. Просто айтты қойды, ол реакция бермеу керек та, бұлар қайтып беріп берген. Амина да эмоцияға, провокацияға жаңа шақырып жатыр, микрофон жаман сөздер айтып жатыр. Оны Диана озвучить еткен жоқ қой, қандай сөздер айтқаны, дұрыс па? Он күнәнің 9-ы тілден табады өзі. Өзі мойындап тұр деп орайда. Тілден екен. Өзің кел сөйлескің келсе. Мен күш құсап артынан баруым жетпейді. Неге араздаса бересіңдер екеуің? Бір татуласамыз ба деген кезде неге тәрбиесіне тиісіп бастадың? Мен алдында айттым ғой, Амина екеуміздің ара қатынасымыз бұрынғыдай болуы мүмкін емес, болмайды. Бұрынғыдай құрбы болмаймыз біз, болды. Жоқ, сендерге құрбы болмай-ақ қойыңдар. Тек бана кешірім сұра дегенде менің тәрбием жермейді деп уже тәрбиесіне тиіп бастадың ғой? Тәрбием дегенде мен оның тәрбиесіне емес, менің просто адам кершілігім жібермейді. Біреуден кешірім сұрауым керек деген сияқты. Мен бір қатты айтамын, оның тәрбиесі жоқ. Мен Аминаның тәрбиесі қандай екенін білемін. Мен қасында құрбы болып жүргеннен кейін қандай еңбектене алатын білемін да, мен оны жаман мақсатын айтып жатқан жоқпын. Бірақ неге ашуға шақыра бересің Аминаны? Өзі эмоциясын ұстай алмайтыны мен кінәлі емеспін ғой енді. Мен мысалы эмоциямды ұстап отырмын, жынданбай, аузымнан ондай жаман сөздер шығып жатқан жоқ. Мен де эмоцияда отырған адам, бірақ мен өйтіп орнымнан тұрып жынданып жатқан жоқпын ғой. Интересно стало. Мен андай намысшыл қыз ғой, біраз айтса намыстанып кетеді да. Диана кішкентай болғанмен тіл ашшы, сол намысқа тиіп кеткен, өзін ұстай алмай қалды. Бірақ Дианаға бәрін жалып кеткен дұрыс болады. Просто Дианаға сөйлесу керек еді. Сөзге емес, іске бар сияқты ма? Қалай болып кетті? Іске болған кезде енді болады сондай вспыльчивый адам дейді ғой. Мен де мысалы андай тез ашуланып кетемін, бірақ тез басыламын. Басып отырсам да өткенде басқа біреуге зиян тиіп кетпесін деп. Амина енді қанша күннен бері қырық жыл екеуі жинап кетеміз. Паталок болдық. Ана Галинаға не айттың? Галина екеуміз сөйлесіп жүргенде. Галина екеуміз дегенде бір сарказм жеткізген болатын ғой Бекішке. Галина екеуміздің бір-бірімізге сезіміміз ашылып баратқан кезде қолымнан алып кеттің ғой, брат. Мен қолымда болса бақытты болар ма еді деп сарказм айтамын. Енді қазір Майра алып кетті ме әлде бұл жерде Галина алып кетті ма? Бұл жерде ма? Бұл жерден де Майра алып кетті тұр ғой Бекішті. Майранікі вообще түсініп жатқан жоқ, не болып жатқанын. Галинаға дейін сөйлестік деп жатыр. Былай, со стороны қарайтын болсаң, шынымен де мына әйел мен қыз отырған сияқты. Майра әйел, Галина қыз. Бексұлтан қай жерде ол? Бексұлтан ба? Бексұлтанды көремін мен, қыз таңдаймын, әйел таңдаймын ба? Мүмкін екеуін де таңдамайды. Екеуін де таңдамай кетуі мүмкін Бекіш негізі. Бізде Бекіш деген енді балық сияқты ғой, любой жерден шығып кетеді. Сытылып дейсің ғой. Сытылып шығып кетеді ғой.
қалмай Майра? Жақсы. Барлығы жақсы ма? Кеше әп-әдемі жұп болып қол ұстасып шығып кеткен болатсыздар. Бүгін қандай мақсатта келді? Галина мен сол нүктесін қойға келдім. Бетпе-бет сөйлесіп. Арттан емес, тек бетке айтамын дейсің. Иә. Әйтпесе мені ойлап жатыр да бір андай оңай құтылып кетті депші, бірақ мен өзімді ақтап алғым келіп тұр бұл жерде. Қалай бар, солай айтып қазір сөйлесемін. Кімнің ақиқаты шындық жалпы? Ол өз шындығын айтып жатыр, сен өз шындығыңды айтып жатырсың. Халық қайсына сену керек? Енді халықтың білмеймін, енді уақыт көрсетеді, қазір түсінетін болады ғой барлығы. Күтеміз, енді карнасы қосыл болсын. Жаныған не болып кетті? Мен пранк деп ойлап тұрмын, қазір сауат деп. Мен соңына дейін пранк деп ойлап тұрмын әлі, сосын демей отырмын. Сен не ойлайсың? ұқсас Бәрін пранк деп Сөз сауат, ойлайсың. мен пранк деп ойлап тұрмын, мен әлде қимай тұрмын жамандыққа. Пранк болғанның өзінде Галина осынша әрекеттерден қалай қабылдайды? Қарадым, Майраның бұрын қарадым, көзден көрініп тұр. До конца дейді. Пранк болса, хотя бы байқалады. Екі қызға обал. Екеуі де Бекштан теріс айналып кетсе дұрыс болады негізі. Женская солидарность выиграет тогда. Екеуі бірақ енді теріс айналатын түрде тұрған жоқ. Қайтпайды олар ше, бір көрдің ба? Жаңа рекламаның кезінде. Бексұлтан үшін Жамшида деп тұр ма? Екеуі де до конца деп тұр ғой. Жаға жыртып в общем. Айтпай қайын. Айтасың шында. Мен ба? Білмеймін, таласқанға боқта жоқ деген сөз бар ғой. Бұйырған кетпейді дей ма? Қалай? Сондай бірдеңке бар тағы да. Қуған жетпейді. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді. Күттіңдер ма сендер пранкты? Примерно, я күттім мен. Примерно сондай болады шығар деген сияқты болдым. Менде бір ой сондай болды. Өйткені Бекшт ондай қиман, жақсы. Бекшт ма, Галинаны ма? Бекшт. Қандай қимады? Қандай бір измена жасайтын ондай бала қимаймын мен оны. Негізі понятиясы бәрі күшті жақсы бала ғой. А мен жоқ болғым келіп жатыр. Сен сөз салсаң, осылайнан пранк жасар ма едің жалпы? Бәлкім. Қызды ойламайсың мұсың да? Жоқ. Артынан түсіндіресің ол нәрсені. Пара хочу. Одан не болып кетті? Неге тұрмадың? Барлығы тұрды ғой? Қатысушылар. Мен жыладым. Әлде өлең ұнамады ма? Жоқ, мен жыладым. Маған ұнамады жасағанда. И так та андай амал дәптеріміз тап-таза емес. Одан сайын амал дәптерімізді былғап, осылар үшін мойнымызға күнә алып жатырмыз. Зачем вы такие вот делаете? Сол үшін көңіл күйің түсіп кетті ма? Жылаймын қазір. Айттым ғой, мен сразу айттым. Соңына дейін пранк деп вообще сезінен, мен чуйкам алдамайды екен мен. Мен вообще даже сомнение болған жоқ қандай басқа ой. Қуаныш па жалпы? А? Қуаныштысыз ба? Қуаныштымын, өте қуаныштымын. Бақытты болсын екен. Не айтасың, Әсел? Мен вообще в шоке болып тұрмын. Честно, по-женски, Галинаны аяп тұрмын, потому что видно было, что ей было очень больно. Чисто из-за этого. Алдында Дикон бір сөз бар еді ғой? Сөз салса? Я бірінші айтқан едім, дешевый пранк болады еді. Реально дешевый пранк болды, потому что қазір халықтың алдында Галина кәдімгідей енді жігіттің абыройын түсірмес үшін иә деп айтты да. Шыққан кезде енді ашуланып шығып кетті. Мен түсінеміз негізі. Жоқ, мынандай да. Егер де сразу болатын болса, это нормально, да? Ал 5-6 күнге созылып кету, қыздың жүрегіне қаяу салу, это уже келіспеймін. Отыр досым. Қате. 40 күн күтуім керек еді, мынандай коробкаға берді. Ренжіп тұр, ұрғысы келіп тұр. Жүрегі бірдеңені сезген бұл. Жүрегі бірдеңені сезген. Только Галина халықтың бәрі сезді ғой негізі. Халықтың бәрі сезді. Енді мен басқалай пранк жасағым келген, оның жүрегі вообще көтере алмайтын сияқты. Енді алдында өзің айтып қалдың ғой, сырға салу деп. Енді Майраны араластырмай өзің сал енді. Иә, бұл жолы басқа қатысушыларға көмектесетін шығар десең.